Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Биыл ұлы жыршы, ақын, қазақ халқының бір туар перзенті Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл. Барлық кітапханаларда Жамбылдың өмірі мен шығармашылығын насихаттауға арналған түрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Соның бірі Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы облыстық кітапхананың Тіл өнері халық университетінде жыр алыбы Жамбыл атты шараны ұйымдастырып отырмыз. Біз облыстық кітапхананың қорында бар Жамбылдың кітаптары, ол туралы зерттеу еңбектері, энциклопедиялары бойынша халық поэзиясының алыбы атты кітап көрмесін ұйымдастырдық. Бұл көрмеде 50-ден аса кітап тұр. Бұл кітап көрмеде Жамбыл Жабаевтың 2 томдық шығармалар жинағы, одан кейін Мырзатай Жолдасбековтың, Сапарғали Бегалиннің зерттеу еңбектері қойылды. Сонымен қатар біздің облыстық кітапхананың сирек кітаптар қорында 1946 жылы жарық көрген Жамбылдың шығармалар жинағы сақталған. Және 1946 жылы орыс тілінде де жарық көрген Жамбылдың таңдамалы шығармалары бар. Бұл кітаптарды сіздер біздің облыстық кітапхананың қорынан алып танысуларыңызға болады. Енді бүгінгі шарамызға арнайы филология ғылымдарының докторы, Инновациялық Евразия университетінің тілдер, әдебиет және журналистика кафедрасының профессоры Ғайша Ертайқызы Иманбаеваны шақырып отырмыз. Біздің облыстық кітапханамызға қош келдіңіз, Ғайша Ертайқызы. Уақытыңызды бөліп бүгінгі біздің оқырмандарымызға осы Жамбыл жайында өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді айтам деп келгеніңізге сізге алғысымызды білдіреміз. Енді сөз кезегі өзіңізде. Құрметті ел сүйер, тіл сүйер, енді оқырман қауымы, расында да қазіргі мына сәтте 175 жыл Жамбылдың негізі алып жыршысының жылы деп атануды ұсынып отқан үлкен біздің қазіргі заманның ғалымы Уәлихан Қалижанұлы, үлкен зерттеуші, хат жіберіп біздің ұлы қазіргі мына жоғарғы басшылыққа осы жылды, 2021 жылды Жамбыл жылы, Жамбылдың халық ақыны, жыршысы деген сондай ұсынысы біз қабыл алып отырмыз. Бірақ Кереку, Павлодар өңірінің мына оқырманы, бүкіл енді мына ғалымдар қауымы, жастар да қазір осы құлақ қоятын шығар. Себебі бір ғасыр өмірімен ерекше өзі сол кезде әлеуметтік қоғамдық өмірге араласып, сондай қарқынды өзіндік бір үн тастап, жақсы бағыт берген Жамбылдың сондай өзіндік өмірі бүкіл бір қазіргі жастарға үлгі. Енді халықтың даналық сөзі де бар ғой. Абайдың ақылын берсін, Жамбылдың жасын берсін, Сәкеннің сәнін берсін, Күләштің әнін берсін деген халықта қалыптасқан осындай жақсы қыранды сөздер бар, қанатты сөздер. Соның ішінде Жамбылдың да есімі жасын берсін деген сондай сөз тілек ретінде, бата ретінде айтылып отыр. Сол себептен біз қазір Жамбылдың өміріне ерекше қазір зерттеу, жүргізу деген үн тасталып отыр. Ол үшін негізінде Жамбыл Жабаевтың қарасақ шығармашылығын қазір қайтадан өңілеміз дейді ғой, бірақ ол да рухани жаңғыру аясындағы үлкен бір бағыттың бірі. Ұлы тұлғаларға қайтадан оралып, қайтадан зерттеу жасау. Себебі жеткіліксіз. Әсіресе міне Жамбыл Жабаевтың өзінің шығармашылығында 1846 жылы туған жылы ғой, енді 1861 жылы 14 жасынан бастап енді ақындық сондай нелерге қатыса бастайды.
ақындық өнері көріне бастайды. Сол шығармалар, сол кезде шыққан шығармаларынан енді ұлттық азаттық төңкеріске дейін 1916 жылға дейін әлі де сол шығармалары зерттеуді қажет етеді. Қайтадан оралып, себебі жамбылдың қолынан енді қазір көріп отырсыз, дастандар, ертегілер, жақсы әңгімелер, мұғалімдерге де айтқан сөздері бар, өлеңдері, енді жырлары, айтыстықта өнерінің бір қыры бар. Олардың бәрі де қазір әр сөзіне, сөз айшықтарына, қазір қоғамға жастардың, қазір қоғамның жастарына енді тіл молайту үшін, қазақ тілін, мемлекеттік тілімізді ары қарай дамыту үшін осындай айтқан ақынның сөздері қажетті, керекті. Тілді дамыту үшін ары қарай, өзінің шыңына жеткізу үшін. Бұл біздің қазір қоғамда үлкен ұстаз. Әрі өзінің ұзақ өмірімен, сосын өзіндік сондай шығармашылығымен танымал болған, сол өз кезінде танымал болған Сүйінбай ақынның батасын алған, ол енді осал тұлға емес, себебі бізге қазір ол үлкен бағыт беретін, негізі ерекше сондай алыпты тұлға ретінде қоғамға қажетті болып, ол кісінің шығармашылығы деп білуіміз керек. Сол себептен ол кісінің екінші кезеңі шығармашылығының 1917 жылдан 1945 жылға дейінгі шығармашылық кезеңді. Ол да зерттеу болғанымен толығымен әлі де ол өлеңдерінде де біз оралуымыз керек, қайтадан қарастыру керек. Сол себептен қазір әлемге танымал, жамбыл әлемге танымал есімі, себебі 10 шақты тілдерге де аударылған. Көптеген ғалымдар, басқа ұлттың ғалымдары, көршілес Ресей елдерінің ақындары мен жазушылары сол кезде ерекше орысша аудармасы болса да танып, бағалап өзінің пікірін айта білген. Сол себептен бізге өте қазіргі таңда біз қолдауымыз керек. Бір жағынан себебі қажеттілігін біле отыра, осындай бағытты көре отыра, Уәлихан Қалижанұлының үндеуін 2021 жыл үлкен қайраткер, қазіргі заманның қайраткері, журналисі жамбылдың жылы болсын деген, ол бізге тек қана бір жағынан өте не болады енді, маңызды іс, игі істің үстіндеміз. Сол себептен мен өте қазір облыстық кітапхананың ұйымы осындай осы ұстанымды қолға алып, жамбылдың жырын ары қарай оқырманға танытып, осындай үлкен игі істер болып жатқанның бастауы. Ол енді бүкіл бір жұртшылықтан қостауды талап етеді. Қазір таңда жамбыл таным деген факультативтік сабақтар кіргізілетіндей, содан кейін жамбыл оқулары деген, біздің қазір Кереку өңірінде дарын деген орталық бар, мекемесі. Оларда қазір осы жұмыс атқарайын деп жатқан шығар, мектеп арасында жамбыл оқуларын өткізу, жамбылға арналған ғылыми конференциялар өткізу. Содан кейін негізі жамбылға шығармашылығымен бірге айтыстық жағы, өнер. Ол енді табиғаттан берілген тұлғаның осындай өзіндік дарындылығы. Сонда ары қарай дамытуымыз керек. Себебі біздің жастар арасында жамбыл айтыстық, жастар айтысы, студенттер айтысы, оқушылар айтысы деген сондай өнер қайтадан өзіне оралып жақсы шыңға шығу керек. Себебі қазір бізде дарынды балалар өте көп, соларды табу, соларға қазір ізденіс жасау, жамбылдың айтқан сөзін айта отырып, өзінің шығармашылығын ары қарай дамыту, қазір қоғамға қажетті мәселелерді көтере отырып, шешімін табатындай, жақсы бағыт беретіндей, бүкіл қиыншылықтарды жеңіп, енді жетістікке жету деген сондай қарқынды бағыт осы жамбылдан біз табамыз. Содан кейін ол жеке өнер, күй өнері,
домбыра күні домбыра үні де Жамбылдыңға да арнайы болады деп біз сенім артып отырмыз. Жастар әсіресе осы өнер шеберінің леріне үлкен сондай қазір ой тастай отқан қазір осы игі шараның да бір қыры. Себебі бір кездерде ең бірінші мына 1926 жылы Әміре Қашаубаев қазір қайтадан оралады дейді ғой, тарихи оқиғалар. Әміре Қашаубаев Семейдің тумасы Францияда өнерін көрсеткенде домбырамен. Бүкіл Францияның тыңдарманы таң қалған, қалайша осындай үн шығады, осындай ерекше бір сондай аспаптан. Міне сол өзіміздің ұлттық аспабымызды насихаттау қазіргі таңда Жамбылдың үлгісі айтыстық өнерге қайтадан оралу. Содан кейін біз енді көріп отырмыз зерттеулер. Енді әр шығармасында Жамбыл Жабаевтың өзіндік сондай бір ерекше тіл орамдық айшықтар. Бұл енді әрі тілдік жағынан, әрі насихаттық журналистиканың да қырлары осы жерде көріне бастайды. Бірнеше әдебиеттің да сондай өзіндік ерекше құрал ғажайып теңеушілік, эпитет деген негізі өзіндік көркем сурет көрсеткіштерінің дұрыс қолдана білу деген бәрі осы бізге қазір өте қажетті. Сол себептен әр шығармасын Жамбылдың қазір өзінің кезең-кезеңмен, сосын шығарма жанрымен зерттеу тосуда. Соған бүкіл қазіргі біздің мұғалімдер қауымы өздерінің сабақтарында Жамбыл Жабаевтың өмірімен таныстырғанда шығармашылығымен осы жағынан да бетбұрыс жасайды деп, назар аударады деп біз үміт артып отырмыз. Себебі өз кезінде Ленинградтың өнерім деген өлеңінің өзінде де сондай оптимистік дейді ғой, сондай қарқындық, қиыншылыққа түскен аудармасында да сол орыс тілін аударғанның өзінде де жігер бағыт берген қиыншылықтың өзінде. Сол кезде блокадада болған Ленинградтың Ресейдің адамдарының өздері Жамбылдың сөздерін жазып, плакаттарға іліп, соларға күш қуат берген. Көрдіңіз ғой. Себептен біздер қазір оқырман қауымы қазірдің өзінде де көп кітаптарды қолға алып көріп отырмыз. Туған елім деген сол кезде Жамбыл Жабаевтың да өзіндік өлеңінің өзінде де бірнеше жинағының әрқайсында айтып отырмын ғой, жеке зерттеуді талап етеді. Сосын Жамбыл Жабаев өз кезінде өте ерекше бағалаған бүкіл біздің зиялы қауым да сөздері Мұхтар Әуезовтен бастап негізі. Одан кейін мына жерде Бауыржан Момышұлының зерттеулері, басқа ресейлік отандастар қауым ғалымдарымен бірге басқа ресейлік енді көршілес елдерінде де Николай Тихоновтың да сөздері ақынға деген арнайы өзіндік сол кездегі зерттеулерге де қайтадан оралып, сол зерттеулерді қайтадан қарастыру керек. Содан кейін қайтадан зерттеу бастап, сол өзіміздің істерімізбен Жамбыл Жабаевтың жыр алыбы деген өзінің несін өтеп, осы жыл бізге Жамбылға арнайы болу керек деген сондай сондай біз үн тастап отырмыз. Сосын мынадай челлендж қазір дейді ғой, өткен жылы қуаныштымыз Абайдың 175 жылдығында. Сол ендігі челлендж қазіргі мына заманның өзінің талабы бойынша Жамбылға да арналады деген үміт артамыз. Рахмет әңгімеңізге. Енді дұрыс айтасыз, бұл Жамбыл Жабаевтың өлеңдері халықты сол заманның өзінде рухтандырып, халықты бір жігерлендіріп,
осы халықты шыншылдыққа, әділдікке насихаттаған мына өлеңдері, дастандары ол мәңгілік өшпейді деп ойлаймыз. Кейінгі өсіп келе жатқан ұрпағымыз осы Жамбылдың жырларын оқып, үйреніп, өсіп, өздеріне тәрбиелік бір үлгі алады деген ойдамыз. Сондықтан да осы жыл бойына Жамбылдың өлеңдерін оқып, насихат шараларын жүргізіп отыруымыз қажет. Сізге шексіз алғысымызды білдіреміз. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Осы кітап сүйер оқырмандарымыз көп болсын дейміз. Болды?